Бисмиллах деп, бүгін сіздермен осындай әп-әдемі меренговый рулеттің рецептісімен бөлісемін қыздар. Бұл рулеттің дәмін көрмеген болсаңыздар, міндетті түрде дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Керемет болып шығады. Алдымен жұмыртқаның ақуызы мен сарыуызын ажыратып аламыз. Мөлдем ақуызға грамм болсын сарыуыз түсуге болмайды қыздар. Ақуыз бен сарыуызды ажырату бойынша бір лайфхак айтайын сіздерге. Егер жұмыртқаларыңыз салқын болса, ақуыз бен сарыуыз өзі-ақ оңай ажырап кетеді. Ақуыздың үстіне, яғни белоктың үстіне қантты салып, осылай миксерлейміз. Бір 5 минуттай сіздердің ақуыздарыңыз осылай көтеріліп, керемет меренга болып шығады. Егер сарыуыз араласып кетсе, бұлай көтерілмеуі қажет. Ақуызды төңкергенде осылай төгіліп кетпеуі қажет. Үстінен бір шай қасық крахмалды салып, крахмал араласқанша ғана миксерлейміз. Ұзақ уақыт миксерлеудің мүлдем қажеті жоқ. Міне осылай бір миксерлеп аламыз. Ал енді дайын меренганы пергамент қағазы төселген табаға құямыз. Жұқалап бір тегіс етіп жайып шығамыз қыздар. Менің табамның диаметр үлкендеу. 30-да 40 газдың табасы. Егер сіздердің табаларыңыз әсел пешкі болса, сіздердің меренгаларыңыз бұдан да биік әрі әдемі болып шығуы мүмкін, яғни көтеріліп. Міне осылай алдын ала қыздырылған пеште беті осылай сарғайғанша пісіріп аламыз. Дайын меренганы сүлгіге аударамыз. Сүлгіге аударып болғаннан соң жайлап суыған кезде алсаңыздар да болады, немесе ыстықтай пергамент қағазын алсаңыздар да болады. Не болса да жайлап әдемілеп пергаменттен босатып алу қажет. Себебі бұл меренганың құрамында ұн болмағандықтан, қант болғандықтан шамалы осындай пергаментке жабысып қалуы мүмкін. Пергаменттеріңіз қыздар сапалы болсын, сіздерге покланды қолдануға кеңес беремін. Ал енді крем үшін творожный сырға қантты, сливкиді салып, жақсылап миксерлейміз өзінің массасын ұстағанша. Ескерте кететін бір жайт қыздар, сливки және творожный сыр міндетті түрде салқын холодильниктен жаңа шыққан болуы қажет. Егер жылы болса, кремдеріңіз дұрыс шықпай қалуы мүмкін. Тағы да бір жайтты айтайын қыздар, сіздерге крем жасағанда сливки мен творожный сырда ұзақ уақыт миксерлеуге болмайды. Жай ғана осылай формасын ұстағанға дейін 3-4 минуттай миксерлейміз. Егер ұзақ уақыт миксерлесеңіздер, кремдеріңіз іріп кетуі мүмкін. Кремімізді қойып, дәл осылай жұқалап жайып шығамыз. Осылай әдемілеп шектеріне дейін жағып шығамыз. Ал енді ішіне начинка ретінде кез келген жемісті қолдансаңыздар болады қыздар. Банан, малина, менде құлпынай болды, сондықтан осылай турап арасына салып жібердім. Міне осылай сеуіп шығамыз. Ал енді ораған кезде қыздар қолмен орауға болмайды, сүлгімен дәл осылай қайырып ораймыз. Егер қолмен орасаңыздар, қатты сынып кетуі мүмкін, сол үшін сүлгімен ораңыздар. Міне осылай дайын рулетті мен 2-ге бөліп алдым. Ыдысқа салып, үстінен қалған кремнен осылай оформление үшін қолдандым. Әдемі көріну үшін құлпынай қойдым. Сіздер кез келген затты қолдансаңыздар болады қыздар. Қыздар, егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Алдағы уақытта сіздермен бұдан да керемет рецепттермен бөлісетін боламын. Егер видео ұнаса, лайк басып, пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Міне біздің әп-әдемі рулетіміз дайын қыздар. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сіздермен болған Жанар.